Сәлем достар, сүттен жасалынған жұп-жұмсақ пирог дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, подписаться жасап кетуді ұмытпаңыздар. Пирогымызға керекті сүт, 1 пиала май, 1 пиала шекер, 4 жұмыртқа, разликитель және ұн керек болады. Бірінші сүтімізге 4 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қаспен араластырсаңыздар да болады, либо осындай шолқымен араластырсаңыздар да болады. Және осылай араластырып алып шекерімізді салатын боламыз достар. Шекерімізді салып жақсылап шекерімізді ерігенше араластыратын боламыз. Бір келкі етіп массамызды жақсылап араластырамыз. Шекеріміз астында қалмас үшін жақсылап араластыруымыз керек. Және 1 пиала майымызды құйып, және оны да араластыратын боламыз. 1 пиала майымызды жақсылап араластырып, бір келкі болғанша араластырамыз. Және де енді разрыхителіміз салатын боламыз. Мен осындай пачкадегі 118 граммдық разрыхитель салып араластырамын. Міне осылай тез-тез араластырып ұнымызды салатын боламыз. Мен қасықтап 6 қасықтан салып отырамын. Барлығын бірден салуға болмайды. Осылай бір келкі етіп жаймен осылай араластырып аламыз. Осылай салып, ұнымызды салып, жай-жаймен аз-аздан салып, араластырып, осылай бір келкі масса шығу керек. Ұнымыз іртік болып қалмау керек, түйір-түйір болып, осылай бір келкі масса болып шығады. Және осы массамызды қазір тавамызды, қызып тұрған тавамызды алып, бір келкі етіп майлап аламыз. Майлап, мен массамды құйып аламын. Міне табамызды майлап массамды құйып алдым. Енді 150 градустағы қызып тұрған пешімізге салып 1 сағат көлемінде піседі. Міне пирогымыз дайын болды достар. Өте жұмсақ, оп-оңай, жасап көріңіздер. Менің пісірген заттарым ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Осылай сіздермен рецептерімді бөлісіп отырамын. Сіздермен болған Алмагүл.